Мен қалай шашқа разбор жасаймын шаш күтіміне? Таңшолпан ханым, сізде қандай проблема шашта? Менің шашым түседі. Жер бәрі шаш болады, кептірсем түседі, тарасам түседі. Ал одан бөлек ұстамай-ақ өзінен өзі түсе ме? Иә, түсе береді. Түсе береді, иә. Жақсы, қанша уақыт болды түскеніне? Көп болды, бірінші бала туғаннан кейін басталды. Жақсы. Қазір бала емізесіз бе? Жоқ, емізбейсіз. Екі қабатта емессіз, иә? Жақсы. Демек, бұл кісіде қазір шашы мұстап тұрып түсіп жатыр деп айтып жатыр ғой. Не маңызды? Шаш түскен адамның біріншіден жасы қаншада, сонан кейін оның шашы неге түсіп жатыр, және қаншалықты түсіп жатыр, сонымен қатар неге түсіп жатыр дегенде, егер мысалы бала емізетін болса, екі қабат болса, болмаса қандай да бір аурумен ауырама, сол нәрселер өте маңызды. Алдымен осы нәрселерді мен өзінің жеке консультациямда анықтап алам. Таңшолпан ханымның шашы былайша айтқанда уыстап түседі, тарағанда, жуғанда да түседі, және киім, кремнің үсті барлығы шашылып жатады. Енді сіздің денсаулығыңыз қалай? Мен бүкіл чекап тапсырып шықтым. Витаминдердің барлығын ішемін, сонда да түседі. Демек, қараңыздар, мен барлығын жасадым деп отыр ғой, бірақ сонда да түсетін болса, онда бір нәрсе дұрыс емес. Маған хабарласатын адамдардың айтатыны сол, менің анализдерімнің барлығы жақсы дейді, егер жақсы болса, неге шаш түседі? Демек, бір нәрсе дұрыс емес. Осы жерде ескере кететін жағдай, мына шаш түскенде тапсыратын анализдер бөлек болады. Мысалы, сіз чекап тапсырғанда, жаңағы ол анализдер шықпауы мүмкін. Себебі ол жерде сіз нақты шашпен жұмыс жасайын деген жоқсыз ғой. Сосын ол анализдер участковый терапевттің мысалға сондай жалпы көбінесе әйелдер баратын, ол анализдерден шықпай, демек басқа анализдер тапсыру керек, нақты шаштың өзіне арналған. Сондай ма? Иә, сондай. Таңшолпан ханым өз-өзіне қарайтыны көрініп тұр енді түрінен. Енді сіз қандай витаминдер ішем дедіңіз? Витамин D3 тұрақты ішем, омега ішем тұрақты, витамин А ішем. Жалпы дәрігердің бақылауымен, қайта бұл кісі дәрігердің бақылауымен шеткен, маған хабарласатындардың көбі дәрігердің бақылауынсыз сетевойдан, аптекадан алып түрлі витаминдерді іше береді, бірақ әлі шаш түседі ғой, иә? Әлі шаш түседі, жақсы. Енді жақсы, шашыңызға уход жасайсыз ба? Жуамын. Тек қана шашыңызды жуамын дейді. Жуудан басқа ешнәрсе жасамайсыз ба? Анда-санда айдан бір май жағып қоямын. Қандай май? Любой менде репейный май, жағып. Түсінікті. Не пайдаланасыз, тек қана шампуньмен жуасыз ба? Шампунь, бальзам пайдаланамын. Жақсы. Негізінде шашқа тек қана шампунь мен бальзам пайдалану, анда-санда бір май жағып қою деген бұл шаштың толыққанды күтімі емес. Ұмытып кетеміз ба? Иә, оны тұрақты және жүйелі түрде жасау керек. Таңшолпан ханым, сізде ақ шаш бар ма? Иә, самайымнан 2 тал. 2 тал болды. Қанша уақыт болды? 2 жыл болды. 2 жыл болды, иә. Ол сізді алаңдата ма? Алаңдатады. Жарайды. Енді қараңыздар, бұл кісі бағанадан бері айтып отыр, менің шашым уыстап түседі деді, енді ақ шаш бар ма десе, иә, ақ шаш бар деп. Бұл шаштың түскенінің, кәдімгідей күрделенгенінің, ушыққанның белгісі. Яғни шаштың түсуі нормада емес деген сөз. Шаш түседі, сіз тоқтатпайсыз, сосын ол шаш ағарып бастайды. Көп әйелдер менде 1-2 тал ақ шаш бар дейді, ақ шашты мойындамайды. Сонан кейін барып ол шаштың түскенде көбейеді, шаштың ағарғанда көбейеді. Демек, Таңшолпан ханым қанша жерден витамин ішті, оның барлығы былайша айтқанда қонып жатқан жоқ деген сөз. Демек, бұнымен жұмыс жасау керек. Сондықтан егер шаш түсетін болса, онда оны ағарып кетпей тұрып тоқтату керек.